в классе физики, находящийся на втором этаже здания. Нөмірі 40-шы минуттен кейін сабақтар тоқтады. Білім ордасының екінші қабатында орналасқан химия кабинетінен өрт шыққан. Оқушылар мен мұғалімдер сыртқа шығарылды. Тактикалық жаттығудың ойдан құрылған оқиғасы осылай басталады. Оқиға желі бойынша дүрбелеңге салынған екі адам мектептің балконына шығып кеткен. Құтқарушылар оларды 3 сатылы арнайы баспалдақтың көмегімен түсіріп алды. Тағы бір адам 3-ші қабаттағы бөлмеде қалып қойған. Ол да құтқарылды. Сөйтіп, төтенше жағдайлар жөніндегі департаменттің барлық қызметтерінің күшімен мектептегі өрт сөндірілді. Ешкім зардап шеккен жоқ. Мұндай тактикалық жаттығуларды жиі өткізу керек дейді мамандар. Мектепте ондай өрт шығу нелері жиі ондай кездесе бермейді, бірақ та болған жағдайда да мектептер жақсы көрсеткішке жетіп жатыр деп есептейміз. 9-шы гимназияда осыдан бір ай бұрындай болған шығар, осындай деген электр желілерінің қысқа тұйықталуы болды. Сол кезде өрт қызметтері келгенге дейін олар 800 адамды қауіпсіз аймаққа шығаруға үлгерді. Ол да бір жақсы көрсеткіш, ол енді оқушыларды аман алып қалудың бір амалы. Құтқарушылар мен мектеп ұжымы төтенше жағдай кезінде қалай әрекет еткенін қалалық білім бөлімінің басшысы мен өзге мектептердің директорлары қарап тұрды. Осындай дайындық наурыздың 15-іне дейін облыстың барлық білім беру мекемелерінде өтеді. Гүлвира Сейтенова, Әлімжан Молдабеков, тәулік.